Келесі мысал шығарайық. Екі заряд бар, біреуі 81 микрокулон, екінші 9 микрокулон. Екеуінің ара қашықтығы 12 метр. Табу керек. Электр өрісі 0-ге тең болатын нүктенің екінші зарядтан қашықтығын анықтау керек. Енді бұл есепті шығару үшін ең бірінші барлық күштерді көрсетейік. Мысалы, осы нүктеде бірінші зарядтың електр өріс кернеулігі 10 бағытта болады, Е1 дейік. Екінші зарядтың бұлда 10 болғандықтан солға қарай бағыты Е2. Енді Е1 модулімен Е2-ге тең болған жағдайда бұл екеуі бір-бірін жояды да қорытынды электр өрісі 0-ге тең болады. Енді осыны жалпы 12 метр болса, на жақты біз 12 минус x дейік, наған біз x деп белгілейік. Енді на теңдіктің орнына қойық. Е1 формуласын жайық. Формула не дейді? К Q бөлінген R квадрат. Енді Е1 жазайық. Е1 неге тең бізде? К 81 минус 6 бөлінген 12 минус x квадраты тең дейік. Е2 неге тең? К формула бойынша Q2 9 10 минус 6 дәрежесі бөлінген x квадрат. Енді мына жерді қараңыздар. К-ларды қысқартуға болады, және 10 минус 6 мен 10 минус 6 дәрежесін қысқартуға болады. Енді тағы екі жақты түбір астына алайық. Енді қараңыздар. 81 түбір астына 9 болып шығады. 12 минус x квадрат 12 минус x деп шығады. Бұл тең. Даже 9 түбір астынан 3 болып шығады. X квадрат x деп шығады. Не? Оңай түріне келтірдік. Енді оны шығару үшін бір-біріне көбейтеміз. Мына жерден 9x тең. Мына жерде бір-біріне көбейтетін болсақ 36 минус 3 x деуге болады. Енді x-терді бәрін бір жаққа жинайық. Не болады мына жерде? 9x қосы 3x 12x тең 36. X тең 36 бөлінген 12 тең 3 метрге тең болады. Бұл дегеніміз екінші зарядтан 3 метр қашықтықта электр өріс кернеулігі 0-ге тең болады.